Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін осындай жасалу жолы оңай және де өте жеңіл жасалатын творожный пирог әзірлейтін боламыз. Ең алдымен бізге үй температурасына тұрған сары май қажет, 72%-тен жоғары болу керек, және шекерімізді саламыз. Сонан соң ұнымызды саламыз. Осы ұнымызға крошка жасаймыз, майымызды осы ұнға араластыра отырып илейтін боламыз. Қатты морозильниктен шыққан мұздай май болмайды, бөлме температурасына болу қажет. Және жұмыртқамызды саламыз, және разрыхителімізді саламыз. Ұнымыз жетпесе тағы да үстінен салып, осылай жасаймыз. Барлығын үйлеп бір келкі осындай масса етіп теста дайындаймыз. Осы тестаны 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Енді бізге начинкасын дайындау қажет. Оған бізге творог қажет, қолдың творогы менде, және шекеріміз саламыз. Сонан соң сметанамыз саламыз. Енді жұмыртқамыз саламыз. 2 жұмыртқа жетеді бізге. Енді блендердің көмегіменен бір келкі етіп масса болғанша осылай блендерменен езіп шығамыз. Ешқандай миксер жарамайды, тек қана бұны блендермен жасау қажет. Ешқандай арасында комочка қалмайтындай етіп дәл осылай жасап шығамыз. Мінекей, біздің массамыз дайын болды. Осындай бір келкі әдемі нәзік начинка шығады. Енді біз 2 сағаттан соң қамырымызды аламыз. Енді бізге табамыз қажет. Менде 26 размерлі форма. Енді осы формамызға осы тестамызды жайып шығамыз. Және шеттеріне бортик шығарамыз міндетті түрде. Бортиктің жоғары жақтарын бір тегіс етіп вилкамен, көмегімен басып шықсаңыздар да болады. Бірақ мен осылай пышақпенен үстін бір келкі етіп кесіп аламын. Барлық бір жері биік, бір жері төмен болмас үшін осылай шеттерінің барлығын кесіп шығамын. Ол атылған тесталарымызды қайтадан жұқа жеріне ортасына жағып жесек болады. Енді начинкамызды құямыз және 160-170 градуста пісіреміз пеште. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан өздеріңіздің пештеріңіздің градусына байланысты қойыңыздар. Және өте төмен температурада пісіп шығады. Мінекей, біздің творожымыз пісіп шықты. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.